сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бұл видеода үй өсімдіктерінің зәңкестерінің бірі аққанат белокрылка туралы айтатын боламыз. Бұл аппақ қанаттары бар майда шыбындар, ұсақ ұшпа жәндіктер деп атауға да болады. Бұл зәңкестер өте көп мөлшерде болуы мүмкін. Олар көбейгенде жапырақтардың астында тұнып тұрады, ал жапырақтарды қозғасақ, олар бөлме ішінде бұлт тәрізді ұшатын болады. Олар өсімдіктердің шырынымен қоректеніп, өсімдіктерді әлсіретеді. Аққанаттардың бойы 1-1,5 мм болады. Денесі сарғыш, қанаты ақ болып келеді. Личинкалары сопақша келген, ашық көк түсті болады. Олар жапырақтың төменгі жағына орналасады. Олар көбінесе фукция, пеларгония, жасменді көп залалдайды. Аққанат оға төзімді келеді. Личинкасы пайда болғанда, ол өзіне ыңғайлы жерді, орынды іздеп тауып алады, сол жерге жабысып, сол жерден өсе бастайды. Аққанаттың бірнеше түрлері болады. Мысалға айтсақ, капуста аққанаты, цитрус аққанаты, теплица аққанаты және де гүлдер аққанаты, тағы да басқа аққанаттар болып бөлінеді екен. Бұл аққанаттыны қалай байқауға болады? Кей кезде гүлдердің арасында ұшып жүрген ақ көбелек көрсеңіздер, байқасаңыздар, жылдам гүлдеріңізді қарап шығыңыз. Аққанаттар гүлдерге қарсы өте зиянды зиянкестер болып келеді. Аққанатпен ауырған гүлдердің жапырақтары солып, түрі кетіп, жапырақтары бұралып тұрады. Көбінесе аққанат жаз айларында пайда болады, бірақ ол жыл мезгілдерін таңдамайды. Қыс мезгілдерінде де үйдің іші ыстық не жылы ылғал болатын болса, ол гүлдерді зақымдай береді. Енді бұл зиянкестермен қалай күресеміз? Қазір кезде көптеген химиялық препараттар бар. Оларды біз гүлдер дүкенінен сатып ала аламыз. Мысалға, міне көріп тұрғандарыңыздай Актара немесе Актелик деген осы препараттарды алып, сол гүлдерден құтылуға болады. Мысалға, Актараның 4 грамдығы және де 1,4 грамдық пакетте осындай сатылады. Бұл әр пакеттің сыртында осы Актараны қалай пайдалануға болады, мөлшерінің барлығы жазылған, соған қарап мұқият пайдалансаңыздар болады. Тағы да бір әдіс, гүлдердің жапырақтарының астын үстін әдемілеп, жақсылап суды қоюлап көпіртіп, осындай губкамен жапырақтарын жуып шығу керек. Ол үшін бірінші гүлдеріңіздің көбік құмына түсіп кетпес үшін жақсылап бірінші мынандай пакетпен орап аласыздар, сосын барып жаймендеп қана губканы жақсылап көпіртіп, гүлдеріңіз жапырақтарын осылай астын үстін жапырақтардың осылай жақсылап жуып шығасыздар. Сол көбікпен жуғаннан кейін сол көбікті 1 сағат не 1,5 сағат қоясыздар. Сонан кейін барып гүлдердің жапырақтарын бәрін душқа апарып әдемілеп аст үстін жуып, сосын барып Актараны сеуіп, салафанға гүлдеріңізді орап тастайсыздар осылай. Сол кезде барып сіздер зиянкестен құтыла аласыздар. Ал егер де бұлай салафанмен жаппайтын болсаңыздар, ол кезде сіздердің зиянкестер гүлдеріңізде қалып қоюы мүмкін. Тағы да екінші әдіс, чесноктың 2 тал чеснокты жақсылап тұрып езгеннен кейін жылы суға 1 банка 1 литрлік суға салып, бір күн қараңғы жерге қоясыздар. Содан кейін барып сүзіп алып, гүлдеріңіздің барлық жапырақтарын асты үстін осы чеснок салынған сумен бүркіп шықсаңыздар болады. Бұл үй жағдайында жасалған ем оларға септігін тигізбеуі мүмкін. Сондықтан да осындай химиялық зиянкестерге қарсы пайдаланатын препараттармен жұмыс жасаған дұрыс деп мен өзім ойлаймын. Аққанаттар сары, ақ түстерді ұнататын болғандықтан, үйдегі ұшып жүрген ірі аққанаттарды жабысып қалу үшін кішкене картон немесе фанер алып, соны сары краскамен краскілеп, болмаса сары скотч жапсырып, соған кастровое май дейді, кастровое масло, соны жағып, болмаса вазелин жағып қоясыз. Сол кезде аққанат өзі барып, соған барып жабысып қалады. Өйткені бұл аққанат сары ақ түстерді ұнатады. Енді бұл
Актарамен жұмыс жасаған уақытта қауіпсіздік шараларын мұқият орындау керек. Қолға перчатка, бетімізге маска киюіміз керек міндетті түрде. Сосын бұл Актараны дайындағанда бірден дайын болған қоспаны тамырына құйып, жапырағына сеуіп пайдаланып тастауымыз керек. Ал келесі күнге қалатын болса, бұл жарамай қалады. Сосын бұл қоспамен азанда және кешке жұмыс жасаған дұрыс. Препаратты міндетті түрде жылы сумен жақсылап ертуіміз керек, өйткені бұл Актара өте майда түйіршік болып келеді. Бір Актарамен бұл зиянкес өлмеуі мүмкін, сондықтан да келешекте Актелик, одан келешекте Актараны пайдалансаңыздар болады. Міне сіздер біздің әдемі гүлдерімізге зиян тигізетін жағымсыз зиянкестерден құтылу жолын білдіңіздер. Мен сіздерге өзімнің бар білгеніммен бөлістім. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып комментарий жаза отырыңыздар. Ал егер менің каналыма енді қосылып жатқан қыз-келіншектер болса, подписаться белгісін басып комментарий жаза отырыңыздар. Егер де менің келесі видеомды көргілеріңіз келсе, колокольчик белгісін басып қойсаңыздар, сіздерге уведомление болып барып тұрады. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.